Ассалаумағалейкум. Мына бізде Чанган Юникейіміздің көлемі 2 турбиналы жедел қозғалтқышымыздың кергіші. Осыны қалай өз орнына, жұмыс жасайтын орнына келтіруді көрсетемін. Мінекей. Осындай болады. Бұны алып шығасыздар да, міне. Ішіне мынандай клапаны болады. Өзінің резьбалары болады, мінекей. Оны бүйтіп бұрайсыздар. Бұрағаннан кейін міне осылай орнына түседі, қатайып. Бүйтіп бұрасаңыздар, қайттан шығады, мінекей. Осылай бірақ қойсыздар да орнатасыздар. Орнатқаннан кейін болды, мінекей. Осылай келеді. Одан кейін осы кергішімізді орнына орнатып, орнатқаннан кейін шынжырымыздың арасында кішкене орын болса, бос тұрып қалса, онда мынаны ақырын сәл тықылдатып жіберу керек болады. Сол кезде мынау атып шығатын болады, мінекей қазір. Мінекей, көрдіңіздер ме? Осылай шығады өзі. Егер орын болмаса ондай, онда осылай қатайтып қоясыздар да, осылай бұралған кезде өз орнына келеді. Мінекей. Опа, осылай бірақ қоясыздар, не? Орнына келеді өзінің. Егер де арасында орын болмаса, кергішімізді шынжыр бәрін орнатқаннан кейін тақалып итеріп тұрса, онда керек емес. Өзі қозғалтқышты оталдырған кезде атып шығатын болады майдың қысымымен, және де сол шынжырымыз итерген кезде мынаны кергішімізді. Сол кезде өзі атып шығатын болады жаңағы ұқсап. Егер кішкене орын болатын болса, жаңағы тықылдатып жіберу керек болады. Вот осылай мінекей кергішімізді осылай өзінің жұмыс жасайтын орнына әкелуге болады. Осылай ғана артынан бірақ қана қалып. Тескіне тығып, ештеңе тығып керек емес. Болды. Назарларыңызға рахмет.